сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз ол айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеулер. Яғни ux dx тең jy dy түріндегі берілетін теңдеулер, олар айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеулер болып табылады. Олардың бірінші мысалы ол 3x квадрат dx тең 2y dy. Яғни олардың екі жағындағы дифференциалдары тең болғандықтан интегралдары да тең болады. Яғни x квадраттың интегралы ол x куб бөлінген 3, және y-тің интегралы ол y квадрат бөлінген 2. Яғни 3 пен 3 қысқарады, және 2 мен 2 қысқарады. Интеграл болғандықтан плюс c қосылады. Яғни y квадрат тең x куб минус c, себебі c сол жағына көшіріледі. Яғни y-ті табу үшін біз осы x куб минус c-нің квадрат түбірін табамыз. Біз білетіндей, c ол кез келген сан. Яғни бұл жалпы шешімі болса, біз дербес шешімін табатын болсақ, x пен y-тің мәнін қойып, c-ні табамыз. Екінші мысал, ол 2x квадрат көбейтілген y' тең y. Яғни осы жақта y' ол y-тің туындысы, ол dy бөлінген dx. Яғни dy бөлінген dx көбейту 2x квадрат, ол y-ге тең болады. Онда біз dy бөлінген dx-ті табу үшін, оны dy бөлінген dx тең y-ті 2x квадратқа бөлеміз. Яғни y оң жағында алымында болса, сол жағында бөліміне көшеді. Ал dx сол жағында бөлімінде болса, оң жағында алымына көшеді. Яғни dy бөлінген y тең dx бөлінген 2x квадрат. Яғни екі жағында айнымалары тең болады. Олардың интегралын табайық. Яғни бұл жақта dy бөлінген y, оның интегралы ол ln y. Осы жақта біз 2-ден 1-ді жақшаның сыртына шығарамыз. Яғни 1 бөлінген x квадраттың интегралын табамыз. Ол минус 1 бөлінген x плюс c-ға тең болады. Себебі 1 бөлінген x квадрат, оны басқаша x минус 2 дәрежесінде жазсақ, оның интегралы ол x-тің минус 1 дәрежесі бөлінген минус 1. Яғни x-тің минус 1 дәрежесі 1 бөлінген x болса, минус 1 осында минус болып барады. Яғни осында ln y тең минус 1 бөлінген 2x плюс c. Себебі 2-ден 1-ді көбейтеміз минус 1 бөлінген x-ке. Мұнда ln y-ті қысқарту үшін оған ені жалғаймыз. Себебі e мен ln бір-бірімен қысқарады. Мұнда да оң жағына ені жалғағанда, ол енің минус 1 бөлінген 2x плюс c дәрежесі. Яғни e мен ln қысқарды, y-тен енің минус 2-ден 1 x дәрежесі плюс c. Біз білетіндей енің c дәрежесі ол c-ға тең болады, ln c-нің дәрежесі c-ға тең болады, себебі c ол шексіздік болып табылады.